Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, YouTube сүйер қауым. Бүгін бізде күн сенбі. Екі тапсырыс орындадым. Біреуі 1140 теңге, екіншісі 960 теңгеге шықты. Аралар жап-жақын, өте жақын. Қала бойынша коэффициент 300-ден 650 теңгеге дейін. Барлық тапсырыс коэффициентпен келіп жатыр десек те болады. Өте керемет, көңіл-күй керемет, ауа райы тамаша, -13 градус. Қазір үшінші тапсырысқа бара жатырмыз. Ол да коэффициентпен берілді. Екі жегі сол көріп болсын, ол көріп. Күндеріңіз сәтті өтсін, желіде жүрген жігіттер сіздерге ақ жол, клиенттеріңіз көп болсын. Сізде тапсырыстар коэффициентпен болсын барлығы. Кеттік. Достар, жаңа кішігірім мынадай жағдай болды. Жұбанов университетінің алдынан мен тапсырыс берді, Жұбанов университет. Мен Қарамағаш жағынан отырмын, бәрібір ол Қарамағаш жағынан өтеді деп ше. Сосын парковкаға барып тұрдым. Студенттер үйі деген бар, сол жерде общежитие. Сол общежитияның алдында тұрдым. Сосын прям ненің қасында тұрдым, барып светофордың қасында оңға қарай кіргенде парковка тұр екен, сол парковкаға барып тұрдым. Сосын жаңа клиент звондады, осылай. Мен звондадым, сіз қайдан шығасыз деп. Сосын мен Қарамағашты көріп отырмын. Сосын айттым, мен мына жерде тұрмын, 0.5 ақ машина міне деп. Жоқ, ана остановкаға қарай шығасыз, мен сол жерден атып шығамын дейді, жүгіріп шығамын дейді. Жақсы, остановкаға қарай бардым. Остановкаға барғаннан кейін тек ана кісі жолдан өтті, маған мініп еді, артымнан тек СГО-дан ащы дауыс шығады. Тұр, тоқтаңыз деп. Мен тоқтағанда ары қарай өтіп барып, енді остановкаға мен де нарушать етіп тұрмын правиланы. Ары қарай өтіп барып тоқтайын деп тұрсам, артымнан жүгіріп келді, жаңағы сотрудник жүгіріп келіп, жаңағы багаж тұрады, тік. Сосын тоқта дейді. Сосын бір уақытта есікті ашып жатыр да. Сосын есікті ашып жатыр, мен ойладым, маған енді скорее всего мен істеп тұрмын, мен де ПДД нарушать етіп тұрмын ғой. Сол маған деп ше. Бірақ сөйтсем жаңағы вне пешехода өтіп кеткен үшін жаңағы кісіге штраф салды. Бірақ жаңағы кісі айтады да, енді машина сол жаққа тұрды, мен солай аяқ астынан солай шығып қалдым, анау деп өзімді кінәлап тұрды, мені водительді. Мен білмеймін, енді сол кезде көрдіңіздер ма, әрбір ситуацияда адам әртүрлі болады екен. Сен оған жақсылық жасаған келеді, бірақ ол ондай жағдай істейді. Бір жағынан ыңғайсыз ғой. Білмеймін, енді өз басым. Мен ойладым, маған штраф салады шығар деп, бірақ ол кісіге штраф салып жүреді. Сол себептен клиенттің айтқанында істей берген дұрыс емес екен. Жаңағы көңіліңізге жеме-жем келгенде секіріп кетеді екен уже. Мен өттім десе, енді әйел адам шығар, әйел адам ғой енді. Может жаңағыдай қорқып, жаңағыдай не істеп қалған шығар енді. Ол ер адамда да болуы мүмкін ол жағдай. Айтайын деген әңгімені тоқетер. Клиенттің әрбір істе, мына жерге тұрш, ана жерге тұрш деген заттарын істемеңіздер, егер ол ережеге сәйкес келмесе. Яндекс өмір бермеген коэффициенттерді беріп жатыр ғой. 3,5 шақырым 730 теңге. Чо там? Масқара ма? Масқара. 700-ден төмен тапсырыс. Жаңа тағы да міне тапсырыс түсті. 700 теңге ма сондай шықты. 3 шақырым, 2-8 шақырым шамамен. Осы бой бірінші тапсырысты өткізіп жібердім. Ол жеткізу қызметі екен. Жеткізу қызметінде мен ойладым, негізі жеткізу қызметі апарып беретін нәрсе шығар. Жоғандай не екен ғой, есіктен есікке дейін жеткізу қызметі екен. Сонда курьер не үшін сонда? Соны түсінбедім. Мен ойладым, курьер только жаңа есіктен есікке дейін апарып береді деп ойладым. Мында білмеймін. Яндекстің алгоритмі бойынша қалай екен, не екен. Екінші подъездің осы екінші кіреберістен шығу керек адам. Бірақ ешқандай да ешкім адам күтіп тұрған көріп тұрған жоқпыз. Осы жерге тұра осылай. Жүрек жалғап болғандағы обедіміз. Түскі ас біздің сэндвич және варенье цайран. Пенный деген магазинге қойдым, ол алкомаркет екен.
мен ойладым не шығар деп кішігірім мотокты жүріп аламыз сосын қайтадан шығамыз желіге. Әдемі қанағаттандығы тойдық. Енді қазір желіге шығып жатырмық. Негізі шамалы келгенше базар жаққа шығып бару керек еді. Маған адаптер алу керек. Адаптерім істемей қалды. Енді камера зарядтайтын, телефон зарядтайтын адаптер жоқ. Тек машинада зарядтап жүрмін қазір. Көреміз, шаруамыз түсіп жатса сол жаққа барамыз бірден. Болмаса ертең. Яндекс ең алғашқы рет бүгін тағы да рекорд орнатып жатыр. Көлікке 4 адам отырды. 4 адам отырған кез тіпті болмапты да менде. Қызық. Көлік ап-ауыр жүріп кетті ғой кәдімгідей. Енді өзіміздің шаруамызда 15 тапсырыс орындаппыз, 14 тапсырыс яғни 10.000 бірдеңе теңге, 10.900 бірдеңе теңге, 11.000 теңге десек те болады. Таза табыс. Енді қазір өзіміздің шаруамызбен шаруалатып бара жатырмыз.